Сәлем достар, бүгін біз фунчоза мен соя соусы қосылған Қытай тағамын жасайтын боламыз. Фунчозаға ыстық суымызды құйып, 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Келесі көпшіктерімізді осылай ұзынша қылып тураламыз. Ең алдымен пиязды, картопты, бұрышты мен 2 түрлі алдым. Қызыл, көк ұзынша қылып турап аламыз. Келесі сәбізді осындай корейский теркадан өткізіп аламыз. Және көк шаңбырымызды, және балғын кішкене иіндерімізді де осы теркадан өткізіп аламыз. Қызып тұрған майға көк шөптерімізді салып, қуырып аламыз. Алдын ала дайындалып алынған тауық сорпасын құямыз. Мен мұнда 1,5 литр құйдым. Келесі дәміне қарай тұз саламыз. Араластырып, осылай жай отта қайнатамыз. Қайнағаннан кейін үстіне суын әбден сорғытып алған фунчозаны саламыз. Жақсылап араластырамыз. Тауық етін ұзынша қылып турап қосамыз. Қайнағанша бетін жауып қойып қоямыз. Оттан қазанда алып, бірнеше минутқа қойып қоямыз. Соя соусын қазанға құйып, араластырып аламыз. Фунчоза мен соя соусы қосылған Қытай тағамы дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қолдап беріңіздер. Сіздерге ас болсын.